Құрметті қатындар мен мырзалар, сендермен бірге Тескоке. Бүгін біз Плутон анимасының 4-ші бөлімін көреміз. Күшті комментарийлер видеоға шығады. Дәстүрлі түрде ұртқа құртлақтырыңдар. Түркия. Ескі ККР аренасы. Рингте екі дәу робот төбелесіп жатыр. Біреуі ақ киімді денелі ақсақалды, екіншісі қара. Көрермен трибунасы лық толы, ал адамдар жекпе-жекті тамашалауда. Қара робот күш салып, ақ роботты көтеріп, оны рингтен лақтырып жібереді. Көрермендер Брандо деп айғайлауда. Жүргізуші жеңімпазды жариялайды. Брандо Түркия чемпионы атағын тағы да қорғады. Ода 936 жеңіс сериясы бар. Гизихт киім ауыстыратын бөлмеге кіріп, жауынгерлік робот костюмінен шығып үлгерген Брандоны жеңісімен құттықтайды. Гизихт түсінбейді. Барлық қатысушылар күштері бірдей костюмдерді пайдаланады. Брандо қалай үнемі жеңіске жетіп отырады? Оның айтуынша, негізінен жекпе-жек үшін тәжірибе және аздап сәттілік керек. Тәжірибе ода көп. Әлемдегі ең күшті 7 роботтың бірі Брандо сәттілікке сенеді. Ол Гизихтті үйіне қонаққа шақырады. Олар ескі қаланы аралап жүріп келе жатыр. Брандо детективке өзі тұратын аймақты көрсетеді. Олар бай емес үйге кіріп, пәтерге көтеріледі. Брандо ақшаны басқа нәрсеге жұмсап жатқанын түсіндіреді. Ол есікті ашып, оған 5 бала жүгіреді. Олар пахандарын қуана қарсы алады. Бірден қонақта Брандоның әйелі Мина қарсы алып, барлығын кешкі асқа шақырады. Гизихт пен Брандо кешкі ас ішіп жатқанда, балалар үстелді айналшықтап жүгіріп жүр. Бір бала Гизихт шынымен нағыз детектив па деп сұрайды. Кешкі ас отбасылық жылы жағдайда өтеді. Мина Брандоға айғайлайды, және балалардың бірі әкем ең күшті, ал анам күштірек деп айғайлап күледі. Балалар ұйықтауға жатқанда Мина мужиктарға Қазақстан коньягын құйып береді. Брандоның айтуынша, ол бұрын тек төбелестер және төлемақылармен өмір сүрген. Бірақ үкімет роботтар адам баласын асырап алатын бағдарламаны енгізгенде, ол өмірінің мәнін тапты. Үлкен отбасы, ол көп бақыт пен шаттық. Бұрын Брандо жай ғана рингте төбелесетін, ал қазір ол балаларын тезірек көруді армандайды. Ол Монбланның да өмірінің мәні болғаны сенімді. Олар соғыста бірге болған уақытта Монблан өлең тақпақтарды және құстарды бақылағанды жақсы көретін. Брандо біреудің оны жырып тастағанына әлде сене алар емес. Гизихт басқа роботтың өлімі туралы айтады, солтүстік 02-нің. Брандо ол туралы естіген, бірақ оны жеке танымайды. Гизихт Брандоға оған қауіп төніп тұрғанын түсіндіреді. Біреу әлемдегі ең озық роботтарды қырып жүр. Брандо детективтен уайымдамауды өтінеді, өйткені ол чемпион жауынгер және оны алу оңай емес. Егер өлтіруші оған келсе, оның өзі Монбланмен істеген ісі үшін жырып тастайды. Гизихт ақымақ болмауды және өлтіруші келсе, Европолға хабарлау талап етеді. Брандо Минадан тағы коньяк құюды өтінеді, бірақ әйелі ашуланады. Кейінірек Брандо Гизихтті шығарып салуға барады, ал детектив оған кешкі ас үшін алғысын білдіреді. Брандо оған да бала асырап алуға кеңес береді, өйткені бұл шынымен өмірді өзгертеді. Гизихт біртүрлі естелік көреді. Брандо сәттілік адамдардың түсінігінде нәтижені кездейсоқтыққа қалдыру екенін мойындайды, бірақ оның өзі сәттілікті құйрығынан ұстап алуға болатын нәрсе деп түсінеді. Гизихт онымен қоштасады, ал ішінен Брандо өлмейді деп үміттенеді. Грекия. Костюмдегі роботтар шайқасатын арена. Ақ робот көк робот ұстап алып, қолын қайырады. Көрермендер айғайлап жатыр. Көк робот өшіп қап. Дауыс Грекия чемпионы ақ робот Гераклды жариялайды. Көрермендер шулап оның атын айғайлайды. Жүргізуші келесі айда робот ММА атағы үшін Геракл мен Брандо арасында жекпе-жек өтетінін хабарлайды. Келесі күні Геракл көне ғимараттардың қирандыларының жанында теңіз жағасында жаттығады. Оны Гизихт табады. Гераклға адамдардың оған арнап, оның робот костюміндегі мүсіні жасағаны ұнамайды. Гизихт шай ішіп сөйлесуді ұсынады, бірақ Гераклға адам болып өтірік мүләйімсі ұнамайды. Шай ішу, пирожный жеу, оған мұның қажеті жоқ. Ол өзі сияқты роботтарды сындырып өлтіру үшін жаралғанын түсінеді. Гизихт жақында Брандода қонақта болғанын айтады. Геракл соғыста Брандо және Монбланмен бірге қызмет еткенін есіне алады. Оның пайымдауынша, адамдар табиғаты бойынша ұзақ өмір сүрмейтіндіктен, маңызды нәрселер тез ұмытып кететіндіктен өздеріне ескерткіштер қояды. Оларға қарағанда роботтар жаттан естеліктерді өшірмейінше бәрін егжей-тегжейлі есте сақтайды. Геракл қызметтестерін, достары мен жауларының көптеген мәйіттерін еске алады. Соғыс біткенде ол ешқашан өлтірмеуге серт берді. Гизихт мұны жанашырлық деп атайды. Геракл олар жасанды интеллектке ие роботтар тоже дамып жатыр деп ойлайды. Брандо жақында Монбланның жерлеу рәсіміне барғанын есіне алады. Балалар одан хайуанаттар бағына апаруды талап етеді. Брандо олардан кешірім сұрайды. Бүгін оның өте маңызды бір жұмысы бар. Ол оларды хайуанаттар бағына келесі жолы апаруға уәде береді. Мина балаларды жинайды.
Брандо әйеліне бүгін оны күтпеген сұхбатқа шақырды және ол Гераклға қарсы алдағы жекпе-жекті раскрутка жасау үшін баруы керек деп өтірік айтады. Кейінірек Брандо жүк көлігі мен жауынгерлік роботтың костюмын аренадан шығарады. Оған робот ММА ұйымының қызметкері телефон соғып, аренадан костюмдерді шығаруға болмайтынын ескертеді. Бұл ережеге қайшы. Брандо костюм Гераклға қарсы жекпе-жек алдында жаттығу үшін қажет деп өтірік айтады. Жүк көлігі теңіз жағасындағы тауға шығып бара жатыр, ал оның үстінде аспанда қара дауыл бұлттары пайда болады. Сол уақытта Токиода профессор Ачанамизу атоммен бірге көлікте кетіп баратыр. Робот бала барлық өлтірулерді адам жасады ма әлде робот па деп профессордың ойын сұрайды. Ачанамизу оған адамды робот өлтірген тарихтағы жалғыз оқиғаны еске салады. Бұл 1589-дың ісі. Мүмкін кісі өлтіру жұппен істеледі, адам мен робот жұбы. Атом бірау туралы сұрайды. Профессор ғалымдардың оның жасанды интеллектін ұзақ уақыт бойы тексеріп, зерттегенін, бірақ ода ешқандай ақау таппағанын айтады. Егер солай болса, 1589 адамға ең жақын робот интеллектісі болуы мүмкін бе? Брандо жүк көлігін таудағы жартасты тоқтатады. Ол шанақты ашып, сканерлеп, жауынгерлік робот костюмын киеді. Айналасында жел күшейіп, дауыл басталады. Брандо торнадолардың арасында өлтіруші орналасқан түсінеді. Ол шайқасқа дайындалады. Торнадо жауынгерлік роботты жабады. Гезихт қара теңіз жағалауынан сигнал алады. Сигналға Геракл қосылады. Гезихттің өтініші бойынша оларға атом қосылады. Робот бала Стамбулдан Брандо таратқан стримингтік видеоны қабылдайды. Тек иірім, қалқыған бұлттар мен найзағай көрінеді. Брандо, мен саған мұнда чемпионның кім екенін көрсетемін деп айғайлайды. Гезихт пен атом одан жалғыз соғыспай қашуды сұрайды. Геракл нақты геолокацияны біліп, детективпен бірге көлікке жүгіреді. Брандо Монбланның өлімі үшін кек алатын айғайлайды. Гезихт рульге секіріп, көлік самғайды. Көлік Түркияға бет алады. Брандоның сигналы кедергілерден пш деп ұстамай жатыр. Атом оған көмектесуіміз керек деп айғайлайды. Найзағай мен су иірімінде түк көрінбейді. Атомды, Гезихтті және Гераклды сілкей бастайды. Атом су қоюлығының артында үрей тудыратын көздерді көреді. Геракл мен Гезихт шок болды. Сол кезде жауынгерлік робот теңізге құлайды. Брандо батып байланысқа шығады. Ол жеңілген түсінбейді. Брандо өзінің ескі досы Гераклмен кездесуді асыға күткенін мойындап, оның көтін точно айырыш едім дейді. Служактар әзілдермен алмасады. Брандо қарсыласы туралы жазып алған деректерді жібергелі жатыр. Жіберілген файлдар зағымдалған. Біз оның әйелі Минаның және оның балаларының жүзін көреміз. Брандо өз өмірінен бақытты сәттерді көреді. Бірақ сурет қатты бұрмаланған. Брандо қатты зақымдалған және басы дұрыс істемейді уж. Гезихт, Геракл және атом Брандоның өліп жатқан түсінеді. Ол солай балалары мен хайуанаттар бағына бармағанына өкінеді және Гезихттен балаларына әкелері кешірім сұрағанын айтуды сұрайды. Көлік ұрыс болған жердің жанындағы жартасқа ұшып келеді. Брандо жауап беруді тоқтатады. Ал мотор майының іздері бетіне қалқып шығады. Атом Гезихт пен Гераклға Брандо деректерді жіберуге тырысып жатып, біртүрлі нәрсені байқағанын айтады. Робот бала кедергінің басқа жасанды интеллекттен келгенін, ол ақыл ойын жоғалтқан сияқты деп түсіндіреді. Атом экрандағы суретті профессор Ачанамизуге көрсетеді және оны Гезихт пен Гераклға жібереді. Атом адами терминдармен айтқанда бұл өлім құдайы деп түсіндіреді. Бұл төзгісіз азап, үмітсіздік және ессіздік қосылып кеткендегі сияқты. Топырлаған адамдар Түркия чемпионы Брандомен қоштасу үшін көк мешітте жиналады. Мина мен балалары жерлеуде жылап жатыр. Жаңалықтарда қара теңіз жағалауынан репортаж көрсетілуде. Тілші құтқарушылар теңіз түбінен көптеген қирандылар тапқанын, оның көбісі Брандоныкі екенін хабарлайды. Құтқарушылар жұмыс істеуін тоқтатпайды. Бірақ теңіз түбінен шашылып жатқан қалдықтардың барлығын алып шығуы екіталай. Апталар өтеді. Іздеу жұмыстарын уже Гераклдың өзі жеке қаржыландыратын жекеменшік компаниялар жалғастыруда. Оған робот ММА промоутері келіп, сотқа беремін деп қорқытып, рингке қайта оралуды талап етеді. Геракл оған назар аудармайды. Ол табылған қалдықтардың барлығы Брандо роботының сынықтары екенін айтады. Құтқарушылар өлтірушінің бірде-бір сынығын таппады. Промоутер оны көндіруге барын салып, қайтып келуін өтінеді. Құтқарушылар Брандоның жауынгерлік робот костюмының екі қолын ұрыс орнынан 100 шақырым жерде жартасты рифтен тапқанын хабарлайды. Геракл олармен бірге рифке ұшады. Ол ұшатын электросамокатын теңіздің ортасындағы жартастың үстіне қояды. Онда жартастардың бірінде ол Брандоның жат чипін табады. Ал үстінен жартаста жауынгерлік роботтың екі қолы шығып мүйізі болып тұр. Геракл ашу мен қайғыдан тістенеді. Солай достар, егер сендерге біздің видеолар ұнаса, лайктар қойып, комментарийлер жазыңдар. Қазақша контентті қолдаңдар. Көргендеріңе рахмет.